Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет ішек қарыннан жасалған ыстық салат жасайтын боламыз. Бұл салатты жасау үшін бізге ішек қарын қажет. Одан кейін тәтті бұрыш және пияз қажет болады. Менің видеомды көрмес бұрын алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Мінекей, бұл салатты жасау үшін алдыменен мен ішек қарынды жақсылап суда қайнатып алдым. Алдыменен бір қайнатып, жарты сағаттай қайнатып, суын төгіп тастаймыз. Одан кейін қайтадан ішек қарынға таза су құйып, қайтадан қайнатамыз. Қайнатқан кезде тұзын салып, сөйтіп қайнатамыз. Жақсылап қайнату керек. Кемінде 2,5-3 сағат қайнаса, ішек қарныңыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Одан кейін суын төгіп тастаймыз да, ішек қарнымызды мұздатып қойып қоямыз. Енді осы ішек қарынды майдалап, ұзынша етіп, жақсылап турап шығамыз. Одан кейін енді оған көкөністерді қосамыз. Алдыменен міндетті түрде пиязды жарты сақина етіп турап, пиязды турап аламыз. Және үйде қандай көкөністер бар, сәбіз, картошка, тәтті бұрыш, кез келген көкөністерді қоса беруге болады. Мен енді үйдегі бар тәтті бұрыш пен пияздан ғана жасап жатырмын бұл салатты. Табаны отқа қойып, жақсылап қыздырып аламыз. Оған май құямыз, майын азырақ құямыз. Сөйтіп пиязымызды салып, пиязымыз сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Енді осы жақсылап қуырылған пияздың үстіне тәтті бұрышымызды саламыз. Оны да жақсылап кішкене еті өлгенше кішкене жақсылап қуырып аламыз. Осы қуырылып жатқан өнімдердің үстіне кішкене паприка, тәтті бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш кішкене сеуіп қоямыз, кішкене тұз қосамыз дәміне қарай. Сөйтіп тағы да осы қосылған қоспалардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап осыларды қуырып болғаннан кейін енді үстінен жаңағы туралған ішек қарнымызды саламыз. Бұл ішек қарын әбден өзі піскен, жұмсақ, көп қуырудың қажеті жоқ. 4-5 минуттай жай отта жақсылап қуырып аласыз. Соныменен біздің ыстық салатымыз дайын болады. Егерде сіздерге менің жасаған бүгінгі осы салатым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Бұл асыққан кезде тез дайындалатын өте керемет салат, дәмі де өзі ерекше. Мінекей менің жасап жатқан салатым дайын болып қалды. Енді осы салатымызды тарелкаға салып, шай ішуге алып бара берсек болады. Бұл да салаттың бір түрі. Күніге, жаздың күні помидор мен қиярдан жасалған салат, үйреншікті салаттарды жеп жатамыз. Күнделікті жей бергесін адамдар одан да жалығып кетеді. Сондықтан да арасында түрлендіріп, кішкене басқаша етіп, бір күні ішек қарыннан, басқа күндері басқаша майонезден, майдан жасалатын неше түрлі салаттар жасап тұрсаңыздар болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздер де үйде осы салатты жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Сау болыңыздар.